Құрметті қазақ елі, ассалаумағалейкум, ағайын, амансыздар ма? Мен сіздерге 3 сұрақ қоям, жауап беріңіздерші. Не болып кетті? Қандай қоғамда өмір сүріп жатырмыз? Болашақ қандай? Не болып кетті мынау шынымен де? Ағайын, қалай ол бала өледі, одан кейін барады да, баланың үйі өртенеді? Сұраққа жауап беріңіздерші, ағайын. Не болып кетті? Қазір мына жерде анау кухонный оппозиционерлер кіріспей қойыңыздаршы. Ой, билік анандай, билік мынандай, деп. Сіздер өздеріңіздікілерін тыға бересіздер, мен білем, бірақ бұл жерде анау анандай, мынау мынандай деп айтатын дүние болып отқан жоқ. Мына әңгіменің шешімін табу керек болып отыр, ағайыншы. Сөздің ашығын айту керек. Жаңағыдай ішкі істер министрлігі қалай жұмыс істеп жатыр деп сұрақ қояйын десең, ол салада жұмыс істемегенсің. Ішкі істер министрлігінің академиясында оқымағансың. Бұндай сәтте олар қалай жұмыс істеу керек, оны білмейсің. Білмеймін, ағайын. Не болып кеттіден басқа сұрақ қоя алмай отыр мен мына жерде, еркекшесін айтайын. Менің бірақ үмітім бар бұл жерде. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев, Қазақстан Республикасының Конституциясының гаранты құрметті президент мырза, үмітім тек сізде. Сөздің ашығын айтайын. Мына дүниені өзіңіздің қолыңызға алып, соңына дейін жеткізіп, халыққа ашық сот жасап берсеңіз. Қазақстан Республикасының азаматы ретінде мен сізден өтініп сұраймын. Себеп бұл уже перебор, мынау уже сұмдық. Құрметті президент мырза, үміт сізде.